Қайырлы күн әріптестер. Бүгін мен сіздерге Render Forest деген программаны таныстырғым келеді. Яғни бұл программаны қысқаша айтқанда барлық дизайн құралдары бір платформада орналасқан. Бұл платформаларда сіз жоғары сапалы бейнелер жасай аласыздар, анимациялар жасай аласыздар, макаптар жасай аласыздар, логотиптер, презентациялар, сонымен қатар графикалық дизайн және кәсіби веб-сайт жасауға да болады. Кеше мен сіздерге жасап көрсеткен бейне ол интро анимация арқылы жасалған жұмыс болатын. Енді сіздер мен сіздерге осы видеоның астына программа сілтемесін салатын болам. Сол сілтемеге басып кіріп, өздеріңіз электронный почталарыңыз арқылы, я болмаса Google-дағы сіздердің аккаунттарыңыз бар ғой, почталарыңыз, сол арқылы тіркелулеріңізге болады. Бұл жерде мінекей, мынаның барлығын қарап таныссаңыздар да болады. Видео, веб-сайт, логотиптер, макап деген көп түсінбейді, ол не нәрсе деп. Ол суреттер сізге дайын бір шаблондар береді. Мысалы, киімнің алдына өзіңіздің суретті, өзіңіздің логотиптерді, әрбір құрылғыларға жеке бренд қалыптастырғанда, немесе товар сататын болсаңыз, болмаса бір интерьер қалыптастыратын болсаңыз, сондай нәрсемен айналысатын болсаңыз, сіз өзіңіздің суретіңіз, логотипіңізді қойып отырасыз. Соған байланысты бұл макаптар керек болады. Дизайндар әртүрлі жаңағы әлеуметтік желілерде, болмаса презентация жасайтын болсаңыз, осы графикалық дизайндарда қажет болады. Енді мен сіздерге мына видео деген жерді басайық. Қалай жасауға болады, сол жөнінде көрсетейін. Мына видеода тұр екен, қазір ашылып тұр. Қараңыздар, әртүрлі нұсқалары бар. 3D анимация арқылы анимация логотипінің жасайсыз, сол бойынша жасауға болады. Сосын астына қараңыздар, мысалы 3D анимация бойынша 1000 сахналық қойылым бар мына жерде. Осыны өзіңіз таңдайсыз. Ақ тақтада осындай жүгірмелі анимация жасауға болады. Бұл жерде мінекей 1000 түрлі варианты бар. Ол үшін мынаны басамыз. Создать дегенді басамыз, одан кейін мінекей, мына жерден таңдайсыз енді. Проект с нуля. Я болмаса мына жерге сіз көріңіз. Онлайн обучение бойынша әртүрлі жаңағы бизнес саласына болатын болса, осылай медицина саласына қажет бар. Осыған байланысты бөлінетін анимациялардың барлығы. Сіз өзіңіз таңдайсыз оны өзіңіз. Енді мен создать с нуля деген басам. Жасау үшін осыны басасыздар. Енді мына жерде тұрған персонажды таңдаймыз. Мүмкін сіз ер адам қажет па, әйел адамның суреті қажет па деген сияқты. Мінекей персонаж женского пола деп тұр ғой мына. Осыны таңдайсыздар. Бұл жаңағы күнделікті өмірде мынандай киімде тұр, повседневный. Енді бізге деловой стильде керек болса, мінекей мынаны таңдайсыздар. Мысалға, мынаны таңдайға керек болып тұр бізге. Осыны таңдайық. Таңдайсыз осылай. Сосын мына жерге жазасыз. Мына тұр ғой, осы жерге жазамыз. Енді бұл жерге жазғанда бұл қазақ шрифттарды қабылдамайды. Енді сондықтан қазір бұлай жазсақ, қазір ол шықпай қалу мүмкін. Жазайық. Енді келесі снимкті таңдау үшін тағы да басайық. Таңдаймыз мына жерден енді қай сурет керек, сәлеметсіз бе, қол бұлғайды. Енді мынаны таңдайын, мына жерге жазайық. Хабарландыру деп. Келесісін жаңағы тағы да осылай таңдайсыз. Негізі алдын ала жобалап сценарий құрып алған дұрыс. Жазатын сөзіңізді, қандай не айтасыз, соның барлығын жасау керек. Мына жерде көп тақтаның суреті, бір сондайлар бар. Сондайлар алып мынаны қойайын, Осының барлығын өздерің жасайсыздар. Енді уақыт көп алады бұның барлығы. Келіңіздер деп өздеріңіз оңайлатып, өздеріңіз жасайсыздар. Енді бұл жағын барлығы. Мен ұзақ уақыт алмай қойыншы. Енді барлығын осылай жасадық.
өзінде бар музыкалар бар, я болмаса өзіңіз ұнатқан музыканы қойсаңыз болады. Не болмаса голосовой запись жасауыңызға да болады. Мына сурет ойнап тұрады ғой, соған жаңа текстті оқып тұрсаңыз да болады, даусыңыз шығарып. Болды, енді мына дайын дүниемізді мына предпросмотр деп соған басып көрейік. Бестен просмотрға қояйын. Өздеріңіз осындай қысқа 3 беттен тұратын солай өздеріңіз жасап көріңіздер. Қолыңызға, көзіңізде үйрене бастайды мынаның ішіндегі әрбір элементке. Одан кейін жеңілдеу болады.